Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге айым, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз раушан тәріздес формада мантыны жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, кәне кірісейік. 500 грамм ұнымызға 1 дана жұмыртқаны жарамыз. 250 грамм жылы суымызға жарты шай қасық тұзымызды араластырып, біртіндеп қосып, қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымыз дайын болған соң, оны целлофанға салып, біз жарты сағаттай демалдырамыз. Бізде түйіршік болмауы міндет. Ал енді салмасын дайындайық. 500 грамм фаршымызға 2 дана пияз, 4 дана картоп және 1 дана сәбізімізді қосып, кішкене суымызды құйып, фаршымыз құрғақ болмасы үшін жақсылап араластырамыз. Енді нанымызды 2 бөлікке бөліп, оны жұқалап қысамыз. Қысып болғаннан кейін біз дөңгелекшерді дайындап аламыз. Екінші түрі біз жапырақ тәріздес мантыларды жасаймыз. Өте жақсы көрінеді. Дайын болған мантыларымызды 45 минутқа мантаваркамызға салып пісіріп аламыз. Уақыт өтті, мантыларымыз дайын. Сіздерге аз болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер осылай. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыз.